Сәлем қыздар, қайырлы күн барлығыңызға. Бүгін біз балалық шағымыздағы немесе студент кезімізде жеп жүрген өте дәмді лакомканы жасайтын боламыз. Жұмсақ болып шығады әрі жасалу жолы да оңай. Соңына дейін қараңыздар жасалу жолын, және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, үстіне шекерімізді салып, бір шай қасық тұзымызды салып, ашытқымызды салып, барлығы ерігенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді біз екі жұмыртқамызды ыдысымызға бірінші жарып аламыз. Бір жұмыртқаның сарысын бөлек ыдысқа осылай алып қаламыз. Бізге қазір бетіне жағуға қажет болады. Енді қалған жұмыртқамыздың барлығын осы сұйықтығымыздың үстіне саламыз. Енді жұмыртқамыз біркелкі болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін алдын ала ертіп суытып қойған сары майымызды ішіне қосып тағы да араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды аз-аздан салып отырып осылай араластырамыз. Басында сұйықтау болады, сол үшін бірінші араластырып аламыз осылай. Содан кейін қоюланғаннан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Ұнның тығыздығына байланысты аз немесе көп болуы мүмкін, кішкене айырмашылық болады. Сол үшін қолға өте қатты жабысып тұрса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Қамырымыз міне дайын болды. Енді бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Оған дейін біз қазір кремімізді дайындаймыз. Бізге бөлме температурасындағы сары май қажет болады, жұмсақ болуы керек. Оның үстіне сгущенкамызды қосамыз. Менде кішкене жетпегесін қайнатылған түрін қостым. Енді барлығын міне жақсылап араластырамыз миксердің көмегіменен. Біркелкі болғанша барлығы езілгенше майымыз барлығы езілгенше жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын осылай араластырып аламыз. Енді міне біздің қамырымыз дайын болды, көтерілді. Осының барлығын енді жинақтап 6 бөлікке бөлеміз. Барлығын мен өлшеп алдым, таразыға салып, сіздер көзбенен жасасаңыздар да болады, немесе бірдей болып шығу үшін өлшеп алсаңыздар болады. Бізде жалпы барлығы 12 дана лакомка шығуы керек. Ол үшін міне бірінші 6 бөлікке бөліп алдық, содан кейін осылай жайып, барлығын бірдей етіп тегіс етіп жаямыз, және жан-жақтарында тегіс қылып жаю керекпіз. Міне осылай ортасынан бір бөлеміз. Сол кезде бізде 12 дана лакомка шығады. Барлығын бөліп алғаннан кейін міне осылай пергамент қағаздың үстіне формаға салып, барлығын жайғастырып шығамыз. Дәл осы күйде 25 минуттай жылы жерге көтергенше қоямыз. Бізде уақыт өтті. Міне енді жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысының үстіне 1 ас қасық сүт қостым мен. Жаңағы көтерілген лакомканың үстіне, қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, барлығы пісіп шықты. Бізде 16 дана. Осындай жұмсақ болып шығуы керек. Енді ортасын өтетін пышақпенен кесеміз. Барлығын емес, тек ортасын ғана кесеміз. Осылай көрсетілгендей. Ішіне кремімізді салатын боламыз. 2 ас қасық жаңағы дайындап қойған кремімізді 2 ас қасық ішіне жағып осылай салып шығамыз. Біздің креміміз барлық 16 дана лакомкаға жетеді. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бірден жасаған кезде шығатын осындай тәтті түрлермен, тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Міне қыздар, қараңыздар, осылай жан-жақтарына да жақтық. Жаңғақты үгітіп алып, осылай жан-жақтарына жабыстырып шықтым. Жаңғақпенен жасасаңыздар, дәмі шығып, ерекше болып шығады. Немесе осы коржының біреуін үгітіп алып, жан-жақтарына осылай жабыстырсаңыздар да болады. Міне қыздар, дайын болды бізде. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Шайға керемет тіске басардың бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецептілермен бөлісетін боламын.